Тахир, қал жағдайыңыз жақсы ма? Шаршап қалғаныңыз байқалады әрине. Өлгенде көрген бір төбелес болды ғой. Бұндай сайыс болады деп күттіңіз бе? Шынымды айтсам, мен тек интеллектуалды сайысқа қатысам ба деп ойлағам ғой. Сөйтсем, атамның көзін көрген, керзіп етікті берген үшін салмағы 2 килограммнан асатын. Енді бұны біздің ата-бабамыз осы етікпен күнде жүрген. Дәл қазір енді шөлдеп қалғаныңызды көріп тұрмыз. Рахмет көп-көп. Кәдімгідей дем жетпей жатқаны білінеді. Бұл енді жастың келуі деп айтып. Қойыңдаршы енді. Жақсы, әзіл әрине. Сайыс қалай басталды? Сайыс жақсы басталды. Әдемі керемет сайыс болды. Маған ұнады. Енді бұл жерде бірден ентігіп қалған, өйткені шарлардың арақашықтығы асында шарларды тиіп кетпейін деп. Жақын болды ма? Ауа жетпейді. Киім қалың. Киім қалың. Сонда керзіп етікті өмір кимеген адам аяғым кәдімгі ауыр қалды. Сіз бірінші рет киіп тұрсыз ба бұны? Бірінші. Түсінікті. Енді бұрын біздің сонда ер азаматтарымыз өте мықты болғанын білуге болады. Бізде мықтымыз. Ол заманда емеспіз. Құдайға шүкір, қазір заманымыз тыныш. Әрине. Керзі киетін заман емес. Мен жақсы, мен түсінбеймін да, мен неменеге сонша барым салып, ана жерде қатысып атқанымша, жай бүйтіп жүре берсем де болады ғой. Әлде шынында да шетелге жолдама ұтып аламын деген оймен барыңыз салып жатырсыз ба? Сол шетелге жаман қатты барғым келіп жүр. Бірақ енді интеллектуалды ойынға дайындалып келген мен. Әрине. Егер осындай спорттық сайысқа қатысасыз дегенде, мүмкін басқаша киініп келедім. Жақсы, қалай болса да, сіз мына жерде жігіттерден кем болып жатқан жоқсыз, барынша тырысып жатырсыз. Ал енді жігіттерден жылдамдық жағынан, ептілік жағынан кімді байқай алдыңыз? Әлде жан-жағыңызға қарауға мұрша болмады ма? Жан-жағыма қараған жоқпын. Оның үстінде мына 2 штаң шалбардың үстінен триконы киіп алғаннан кейін кәдімгі сутер болып отыр. Білмеймін енді бұл жерде кім қайсысы жеңетін, бірақ бәрі мықты. Сен тұр, мен атайын деп тұрғандар ғой. Балауса айтпақшы. Жақсы. Бұл жолы түсінгеніміздей сұрақты сіз дайындаған жоқсыз. Балауса ханым дайындап келді. Және сол сұрақтармен жарысатын боласыздар. Солай ма? Мүмкін солай. Ал ендеше тек қана сәттілік тілейміз барынша, себебі жігіттердің өзі сізді кәдімгідей қарсылас ретінде көріп жатыр. Ал біз алда кім жылдамдық пен ептілікті алғашқы болып көрсететінін бірге білетін боламыз. Қайырлы күн. Қайырлы күн, ассалаумалейкум, құрметті көрермендер. Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Қарақалпақстан және барша басқа мемлекеттен көріп отқан барша көрермендерге сіздерге жалынды сәлем. Дайынсыз ба, Әділжан? Мен толығымен дайынмын. Алла бұйырса бүгін қызықты сайыс өтеді деген үміттемін және сондай сайысқа дайынмын толығымен. Кеше бетіңізде бетперде болды. Сондықтан да бұл жайында сұрамап едім. Эмоцияңызды көре алмаймыз ғой деген оймен. Дәл қазір білдіре кетсеңіз, Аян үндеуі тастады, сіздің жауабыңыз бола ма екен деген ой. Кеше мен негізі естіп қалдым. Құлағымның бір ұшымен, маған қарай бір сөздер айтылған болған екен. Енді мен не деймін? Аян енді алдыңғы сайыста жеңіске жетті. Онымен шын мәнісінде құттықтаймын. Бірақ енді бір жағынан сөз емес, қол қалай айтсам екен? Не словом, а делом дейді ғой. Сол себепті олай көп сөйлегенше бүгінгі сайыста өзіміздің шын мәнісінде қолымыз неге қандай дәрежеге жетеміз, қолдан келеді. Сондай сайыс болады деп ойлаймын. Сол себепті басқа жігіттерге тек сәттілік, ал өзіме жеңіс тілеймін. Бұл жолы сіздермен бірге Тахир мырза сынға түсті. Түспек алдыда. Ал енді бұл сіздерге бір әсері бола ма? Негізі Тахир мырзаға андай орысша айтқанда былай черная лошадка дейді ғой. Мысалы, Тахир мырзаның андай способностьін біз толығымен білмейміз. Сол себепті кішкене андай конкурент болатын адамның бірі болып тұр. Ойланып тұрсыздар. Сол себепті мен ойлаймын, интеллектуал болсын, спорт жағынан болсын, Тахир мырза бәрібір де мықты. Өйткені жасына байланысты әлі опыты да бізге қарағанда көп демекші. Сол себепті Тахир мырза конкурент кәдімгідей. Ал қалған жігіттер ше? Өзіңізге бір қарсылас көрмейсіз бе? Қарсылас көрмеген емес, бірақ енді мен жігіттердің бәрін күнде көріп, күнде араласып жүрген деген қандай адамдар екен, қандай жігіттер екен білемін, танимын. Сол себепті, мысалы, Тахир мырзаны мен көп таныс емеспін. Сол себепті Тахир мырза маған андай бір белгісіз адам болып тұр. Бірақ енді сонда да сәттілік тілеймін. Бұл жай ғана енді сайыс, ешқандай арамызда бір не жоқ. Тек қана, былай айтқанда, сыйластық,
Жақсы, енді барынша сәттілік тілейміз. Жеңіске кім жетсе де, бастысы достық жеңсін деген біздегі үміт және тілек. Ал ұлдарға деген бір сәттілігіңізді тілеп қойсаңыз болады осы жерде жігіттерге? Иә, барша көрермендерге айтам, қанша дегенмен біз ортада сайысқанымызбен, эфирдің сыртынан біз жақсы доспыз, жақсы араласамыз. Жақсы, ендеше біз алда бірінші сайыста кім үздік болады бірге көреміз. Аяқталды. Дәл қазір Әділ Қазылар алқасының мүшесі Айгерім ханым, қайырлы күн. Саламатсыз ба? Енді қазір бағалау сәтін естідік. Сіздерге қиындық тудырмады ма бұл жігіттерді бағалау барысында? Қиындық тудырды, шынымды айтсам. Ең басында Бақдәулетке 3 қойып отырғам, сосын бағалайтын кезде 4 қойып өзгерттім да, ананы өшіріп, енді жаның ашып кетеді бір шетінен, оның кінәсі де жоқ, жаңағы аяғының өлшемі онда 45 болғанына енді ол кінәлі емес қой. Сөйтіп 3 қояйын, әділ болайын десең, кемсітіп тастайтын сияқтысың бағасын, әділ болмайын десең, бір анандай мысалы бір не көрсетіп жатқан сияқтысың да, жеңілдік. Сондықтан енді өте қиын бағалау. Бағалау ең өте қиыны ғой негізінде. Әрине. Ал енді бұл жерде Ғалымжан сәл жылдамдық жағынан да, ептілік жағынан да алда болды. Жылдамдық жағынан ғана алда болды деп ойлаймын, ептілік жағынан емес. Ептілік енді көрдіңіз бе, оның 3 шары ұшып кетті да, оны да ескеруіміз керек. Шарт бойынша шар орында қалуы керек еді. Бұл жерде ұқыптылық, жаңағы зейінділік, сол жаңағы назар дұрыс болу керек та, ойында ғана концентрация болу керек. Ал отынды тасу жағынан, үлгеру жағынан? Үлгеру жағынан енді әрине. Иә, жаңағы Ғалымжан алда болды. Бұл жағынан енді жігіттің тарапынан реніш болады деп ойламайсыздар ма? Неге Бақдәулетпен бірдей болып қалды бағам деген секілді? Жоқ, реніш болады деп ойламаймын. Өйткені жаңағы ол өзінің кемшіліктерін біліп тұр ғой. Оның үстіне алдыңғы бағдарламаларда да болған, мен Ғалымжанның ондай жігіт емес екенін білем, майда әңгіме айтып, бүйтіп ренжитін. Жақсы. Ал енді Тахир мырзаны бағалайтын сәтте қай жағына мән бердіңіздер? Мен ең соңғы жаңағы шаригінің ұшып кеткенін не былайша айтқанда ескермеуге тырыстым. Өйткені ең соңында өте жақсы келетті негізінде. Оның сырт киімі ең қалың болды деп ойлаймын. Оның үстіне енді өңкей жас жігіттермен не қылып жатыр, жарысып жатыр. Оны ескеру керек қой бәрібір де. Жас жігіттер жаңағы оты қайнап тұр, энергиясы тасып тұр. Сондықтан да. Енді бірінші кезең бойынша Әділжан алда келе жатыр. Ал жеңіске кім жететін сияқты сіздің ойыңызша? Жеңіске білмеймін енді. Егерде интеллектуалдық жағынан сондай бір сайыстар алда болып жатса, енді көргені көп қой Тахир мырзаның, жеңіп кетуі мүмкін. Тахир мырзаны шынында да орын беріп бағалайын деп жатсыздар ма? Әлде ол кісі мысал ретінде жігіттер көрсін деген ниетте ме бұл сайыстың барысындағы қатысуы? Менің ойымша сіздер бағалап жатқанға ойладық, жай ғана енді қатарға қосылып жатқаннан кейін бағалап өтейік, бірақ жігіттер өздері орынды өзара бөлісіп алатын шығар дегендей. Менің ойымша негізгі қатысушылар арасында болу керек дода деп ойлаймын. Және де егерде жаңағы жеңіске жетіп жатса, жаңағы приз бар ғой, соны да негізгі қатысушылар алу керек деп ойлаймын. Ал Тахир мырза егерде жеңіске жетіп жатса, ол бас тартатын шығар мүмкін. Жақсы, енді жігіттерге бәлкім жолын берер, бірақ енді Тахир мырза жеңіске жете ме, жетпей ме, ол да әзірге белгісіз деп ойлаймын. Себебі жігіттер қалыспай беріспейміз деп жатқаны бар. Иә. Ал өздеріңіз бағалау барысында Әділ Қазылар бір-бірімен ақылдасқан сәтте кімге жоғары баға қоямыз, қалай қоямыз деген бір қиындық туып жатыр ма? Негізінде бізде барлығы еркін, кім қандай баға қойғысы келеді, сондай қойып жатырмыз. Бірақ қарап қоямыз былай-былай. Жақсы. Біз алда екінші кезең қалай жалғасатынын бірге көреміз және келесі жарнамада қайта ораламыз. Эфир жалғасады, көрермен, және дәл қазір жанымда Әділ Қазылар алқасы мүшесі Гүлшат ханым. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Қал жағдайыңыз жақсы ма? Жақсы, Құдайға шүкір. Мәдениет күнін тойлап барып, енді Қосылайыққа келіп отырмыз. Керемет. Енді жігіттердің дәл қазір екінші кезеңді аяқтағанына куә болдық. Тураған сәбіздері палауға қосуға болатындай ма өздеріңіз көрген бойынша? Араларында палау жасап жүрген ер азаматтар бар ғой, көрініп тұршы. Олар тез арада қалай туралу керек, бәрі. Не дейді, шашпа палау дейді ғой, шашпа палауға. Тахирді ұнады маған. Қандай әдемі тураған, Аянды ұнады маған, әдемі қылып тураған. Қалғандарының енді Ғалымжан айтып отыр, менікі манты деп.
төрт бұрыш болып кеткен. Бақдәулет пен Әділжан ше? Бақдәулет айтады, мен деген жайдармандарға өзім палауды жасап берем деп сөйтеді да. Енді ол өзінің формасына қарай тураған ғой, енді әркім өзінің формасына қарай сияқты. Басы шикі болып қалмаса Иә. болды деген сияқтысыздар ғой. Бастысы сәбіз деген езіліп кетпеу керек қой палауда. Піскен уақытта. Содан кейін шығар ана Бақдәулеттің кескен сәбіздерін қарасам, дәу төрт бұрыштарда. Жігіттердің ас үйге ебі бар екенін байқадық. Иә. Ал жылдамдық жағынан, ептілік жағынан ше? Ептілік жағынан көзге түскен Аян көзге түсіп отыр, Әділжан көзге түсіп отыр. Содан кейін сонда Тахир көзге түсіп отыр. Енді кім екеуі кішкене жай барахат жасап жатыр енді олар. Мен палау істеп үйренгем деп Бақдәулет айтып жатыр ғой бағаналы берші. Бірақ енді ол өзінің жай барахаттанып істегенде мынау жарысқа қатысып жатыр ма, қатыспай жатыр? Иә. Түсініксіздеу болып тұр ше. Асықпай, өзің бір аю болады ғой. Сол сияқты болып тұр. Жақсы. Енді бұл сайыста кім жеңіске жететін секілді? Білмеймін, Аянның енді энергетикасы ұрып тұр енді. Мен жетем деген сияқты. Ол біріншінде де мен деп шығып еді ғой. Енді бұл жолы да мен деген өзінің сол ынтасы бар да, соған қызығып отырмын. Мен біріншісін алдым ғой, екіншісін жарайды деген ой жоқ та. Әр уақытта екінші болма деген сияқты. Әр уақытта мен бірінші болуым керек деген немен жүр, күшті маған ұнап жатыр. Енді бізде Бауыржан мырза айтып қалды, Тахирді Гүлжат ханым қолдап жатыр, көтермелеп жатыр деген секілді. Бұл қаншалықты рас деуге болады? Енді әріптесім бір жағынан. Бір жағынан ол шын мәнінде де қатысып жатыр. Терін шығарып, біріншісінде мысалға ең қалың куртка Тахирде болды. Содан кейін ол ережені ешқайсысын бұзған жоқ. Ең соңында ғана бір шар ұшып кеткені болмаса, ережемен жасап жатыр. Енді ол бірінші мен жасадым, екінші жасағанымда емес, ол ережені нақты орындап жатыр. Ол жоқ енді мен қатыспаймын, керек емес деп айтуына да болады. Бірақ оған үйтіп жатқан жоқ қой, ол жарайды деп бұрынғы қатысып көргендердің арасындағы алғашқысы Тахир мырза мысалға. Жақсы. Иә. Ал енді біз сәттілік тілейміз және бағалау барысында әділ баға қояды деген үміттеміз. Келесі сайыс қай кезең және қай жігіт өзін алда деп жалғасады және дәл қазір жанымда Назым, Ғалымжанды қолдап келдіңіз. Сайыс қалай болып жатыр? Сайыс өте күшті болып жатыр, прям қызықты ойындар болып жатыр десем де болады. Жаңағы бірінші ойында өте қызық екен, алдында енді көрдік. Кішкене бір жаңағыдай нелер көп екен, қалай айтса болады, махинациялар көп екен да, бір сәл алдап жіберуге де болады еді, бірақ жылдамдық бойынша Ғалымжан бірінші жетті дегендей ғой. Енді екінші сайыс енді өте қызық екен, тоже маған ұнап тұр. Прям енді Ғалымжанды турағаны да өте андай, прям тез жылдам турайды екен да, жылдам турап тастады да. Ас үйде тамақ пісіруге көмектеседі. Бірақ негізі ол андай, ол тек картошка жасау біледі и жұмыртқа қуыра алады да, бірақ картошканы күшті жасаймын деп айтқан, видеосында көргем жіберген. Сол жалпы өте қызық өтіп жатыр, өте тартысты болып жатыр, жігіттердің барлығы мықты. Ғалымжан да күшті келе жатыр. Ал енді әділ қазылар алқасының бағалау жағы қалай болып жатыр? Көңілдеріңізден шыға ма? Жалпы мен ойымша бір әділетті болып жатқан сияқты. Бірақ енді көреміз қазір. Екінші тур енді болып жатыр. Екіншісі сайыстың екіншісі енді болып жатыр. Енді қазір көретін боламыз. Бірақ жақсы жинады жаңағыдай дән дақылдарды 88 жинаған. Өте жақсы деп ойлаймын негізі орында. Енді алда әлі үшінші кезең бар, төртінші кезең бар, сондықтан жігіттердің алда кім жеңері белгісіз деуге болады. Ал негізі Ғалымжанның сайыс барысында дайындығын өзіңіз байқадыңыз ба? Жоқ, ол аса қатты бүйтіп дайындалмады. Азанда келді, қатысам деді да, сонымен келіп андай қалай айтса, неожиданно қатысып кетті, енді былай аса қатты бір дайындықта оны енді біз білмейміз ғой қандай турлар болады, қандай кезең болады, сондықтан да бір аса қатты бір дайындық деген болмады. Енді қолдап келгеніңізге қарай Ғалымжан да риза болып жатқан болар? Енді әрі реклама сайын айтып жатырмын, давай. Ол андай да бір сайыс болады да, сөйтіп егер де бір төмен балл алып қалса, қолын сілтей салады да, и болды андай қоя салады, қойш, болды ғой деген сияқты қолын сілтей салады да, и андай не істеп қалады, бүйтіп қалады да. Соған мен наоборот давай, зато көрсетесің өзіңді деп жатырмын да. Алда тек бәлкім жеңіске жетіп қалар. Сондықтан бірге бақылаймыз, келесі жарнамада қайта ораламыз. YouTube арнамызда тікелей эфирді жалғастырамыз және қонақ болып келген дәл қазір жанымда Жамбыл, қайырлы күн. Қайырлы күн, қалайсыздар?
Жақсы, сағынып қалған боларсыз. Әрине, қанша бір 2 айдан асып қалды ғой, сағынып Иә. қалыппын. Негізі бәрібір аурасы қатты әсер етеді екен, негізі не қылды, тыныштық па? Мен сәл жөтел қысып кететіні бар енді. Ауырып әлі жазыла алмай жүргеніміз бар. Барлығы тамаша негізі. Енді мен бүгін Ғалымжан досыма қолдау болып келіп отырмын, қолдаушы болып. Алдында енді Аянға келген болатын, бұл жолы Ғалымжанға. Негізі сайыс өте қызық болып жатыр. Осыған дейін өзіңіз де сайысқа қатыстыңыз ғой, Жамбыл. Бүгінгі сайыс қалай өтіп жатыр? Енді алдында мен қатысқан кезде біз ол кезде эксперимент ретінде кеткен болатынбыз. Қазір мүлде басқаша деңгейі өскен, түрлі ойындар, шынымен де қызықты әрі тартысты болып жатыр. Кәдімгідей бір қуанып қарап отырмын. Негізі бір өзімде қатысқым келіп, ай деген Әттеген ай Иә, деген бар, сәт болып бар, тұр ма? аха. Кетпеу керек еді. Жақсы, әзіл әрине. Бұл жерде жеңіске кім жететін секілді ойыңыз? Енді қазір баға бойынша Әділжан бірінші орында тұр ғой. Бірақ енді әлі де тағы да 2 кезең ба, әлде 1 кезең Иә, бар ма? әлі 3-ші және 4-ші кезең бар. 2 кезең кім біледі, бақшаба ма, бапшаба ма дейді. Мен қатысқан кезде Тимур қалып бара жатып, соңында Тимур жеңіп кеткен болатын. Ол кезде де қандай болатын белгісіз енді. Бірақ енді баға жағынан не Әділжан бірінші орында тұр. Яғни Әділжанның жеңіске жетуі әбден мүмкін дейсіз ғой. Әрине. мүмкін. Жақсы. Енді оны алда біле жатармыз. Ал өзіңіз әділ қазылар алқасының қойып жатқан бағасына келісесіз бе? Дұрыс болып жатыр ма? Көңілден шыға ма? Енді әділ қазыларға ештеңе деп айта алмаймын, бірақ енді менің көзқарасыммен Тахир мырзаға кішкене көтермелеп қойып жатқан секілді. Енді ол ойын шартын түсінбедім дейді, барлығына бірде айтылған болатын. Сол жағынан ғана келіспеймін, былайша барлығы дұрыс. Жақсы. Ескеретін боламыз және біз алда келесі жарнамада қайта ораламыз. YouTube арнамызда тікелей эфир жалғасады және дәл қазір жанымда Бауыржан аға, хал жағдайыңыз қалай? Жақсы, керемет, өте жақсы. Сайыс қалай басталып, қалай жалғасып жатыр? Енді білмеймін, бұғанға дейінгі болған сайыста кішкене қиын болған сияқты көрінеді. Маған осы сайыс бір кішкене өте жеңілдеу. Бір жағынан ол да дұрыс шығар. Мына көп көрермендерге айтқым келеді. Ойбай, балабақша болып кетті, ой, анау болып кетті, ой, мынау болып кетті ғой. 5 күн бойына эфирден шаршайды қатысушылар. Сенбі күні өздері осылай ойын ойнайды, демалады, күлеміз. Сондықтан да қатты сынамағандарыңыз дұрыс. Ал енді сайыстың кезеңдері болса, сол кезеңдеріне тоқталатын болсақ, кішкене қиындауы осы мына футбол болып жатыр. Бірақ мен мықты бір қатты футболистерді көріп тұрғаным жоқ. Оның үстіне енді аяғында кішкене кедергісі де бар ғой. Қазір жарнамадан кейін көретін боламыз. Қақпашына алып тастап, қақпаны кішірейтіп, мүмкін сол кезде бір нәтиже болатын шығар. Жақсы, енді алда бәлкім гол салып, жаңағы өздерінің бір қадамын көрсете жатар. Бұған дейінгі сайыстарда палау жасай алатындай жігітті көрдіңіз бе? Жоқ, палау жасай алатындай жігітті көргенім жоқ. Біріншіден, енді бәрі айтып жатыр ғой, мен палауды өлтірем деп бәрі айта береді ғой, палауды мен де жасаймын. Ол өзі бір қиын нәрсе, палау деген бірде шығады, бірде шықпай қалады. Әшейін күріш кашы болып кетеді кейде. Сондықтан да палау жасайтын адам ол ептілігі, шапшаңдылығы көрініп тұрады. Сәбіз деген тек тастаса турап, күрішті алып бетіне салып жуып, ондай бір палау пісіруге мүмкін пісіретін шығар енді асықпай. Бірақ мына жерде өзін мүмкін жігіттер көрсете алмаған шығар деп ойлаймын. Бәлкім сайыс барысында сасқалақтау болды. Уақыт та аз ғой одан кейін. Уақыт та тығыз, тікелей эфир оңай емес. Сондықтан тағы да қайталап айтамын барша көрерменге, біздің қатысушыларға барынша түсінікпен қараңыздар. Бағалау барысында қиындықтар туындап жатқан жоқ па? Өте қиындық туып жатыр, өте қиындық. Аян мысалға жеңімпаз, Әділжанды яғни спортқа жақын жігіттер. Сондықтан барынша енді максимально әділ бағасын беруге тырысып жатырмыз. Жақсы. Енді жеңіске нағыз мықты жетеді деген ойдамыз. Біз келесі жарнамада қайта ораламыз. Қазір жанымда Маржан, хал жағдайыңыз қалай? Өте тамаша, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Кімге жанкүйер болып келдіңіз? Әділжанға. Мен сізді керісінше Әділжанды қолдамай отырма деп ойланып қалып едім. Жоқ, қолдап отырмын. Бірақ енді ақты ақ, қараны қара деп айту керек қой. Кеше айтқан болатын, Әділжан мен саған жаңағыдай жанкүйер болып қолдап келемін деп. Сол жақсы, өте сәтті, жаңағыдай әділ болып жатыр. Бірінші кезең бойынша да өте әділ болды. Екінші кезең бойынша да айтып жатыр қой, бірақ палау дайындау барысында Әділжан 120 жаңағыдай нені дақылды алып шықты да, Аян 93 алып шықты. Бірақ именно сәбіз тураған кезде ең қаттымдаған маған Аянның сәбізі болатын. Жағынан кубиктер ровно, жеп жіңішке. Сол
бәрі әділ бағасы болды деп ойлаймын. Керемет, мен риза болып тұрмын, себебі Әділжанды қолдап келіп, бірақ кімнің дұрыс, кімнің бұрыс екенін бірден ашып айтып отырдыңыз. Ал енді жеңіске кім жететін сияқты? Әділжан. Сенімдісіз? Иә, сенімдімін Әділжанға. Енді оны ұпайларын есептегеннен кейін соңында білетін боламыз. Ал жігіттер жалпы өздерін қаншалықты көрсете алды? Өте күшті бір тартысты ойын болып жатыр. Бәрі барынша тырысып жатыр. Андай мына жақтан энергиялар чувствовать етіліп, сезіліп жатыр да. Прям барлығы тырысып, сондай өте мықты жігіттер. Сен тұр, мен атайын деген жігіттер. Қызықты, сондай мықты тартыс болды. Жан-жақты өздерін көрсете алды деп ойлаймын. Ал енді спорт жағынан нағыз бір бәсеке болған секілді, солай ма? Иә, спорт жағынан бәсеке болды. Бірінші кезеңнің өзі кәдімгідей негізі сырт көзге қарағанда бір оңай, ойын сияқты көрінеді, бірақ шын мәнісінде андай қалың киініп алып сол жерде ойнап, кішкентай шарлардың арасынан кедергіден өткен ол өте қиын деп ойлаймын. Біріншіден жаңағы бақдәулеттер өмір спортқа қатыспаған адамдар ғой. Кәдімгідей шаршап қалды да, соңында ентігіп. Негізі сырт көзге былай көрермен ретінде қарап отыру оңай, бірақ шын мәнісінде ойынның ішіне кіріп, өз басынан өткен ойнаған өте физикалық қатты күшті талап ететін ойындар ғой. Жақсы. Бастысы енді бір-бірінен қалыспады жігіттер. Ал Тахир мырзаның қатысуы қызықты ойынды одан әрі жандандырған секілді ме? Тахир мырза өзінің жаңағыдай орнын бере салған сияқты жолын жігіттерге ше қатты бір қызу бір тартысқа ат салысып жатқан жоқ. Енді мен өзімдігін дәлелдеп қойған адаммын ғой деген сияқты дүниені көрсетіп отырды. Енді барынша қатты кірісіп отқан жоқ. Жігіттерге сәл мотивация болсын деп арасында жүрген сияқты маған көрінді солай. Жақсы. Енді жігіттер кім жеңсе де бастысы достық жеңсін деген тілек білдіреміз. Ал жанкүйер ретінде келгеннен кейін Әділжанға бір қолдау ретінде өзіңіз бір ауыз сөз айттыңыз ба? Иә, басында айттым. Әділжан жаңағыдай барынша тырыс. Негізі ойын ұнаған кезде біз андай ғой, расслабиться етіп қаламыз ғой, вообще расслабиться етпей, өзіңді көрсет, барынша тырыс, жаңағыдай бірінші орын алуға тырысатын болатын. Жақсы, енді кім жеңіске жетеді, алда бірге көретін боламыз.